Сәлем қыздар, сіздермен мен бүгін өте қарапайым жасалатын және өте дәмді бір істегеннен ұқсап шығатын самсамен бөлісетін боламын. Біз 2 зоға қамыр дайындап алдым. Мен оны жайып, үстіне сары май немесе маргаринді ертіп, бір тегіс етіп жағып аламыз да тығыздап ораймыз. Ауасын шығарып аламыз. Ауа қалмау керек ішінде, болмаса дұрыс болмайды қамырымыз. Мен екінші қамырымды жайып, үстіне сары майымды жағып алдым. Бұны да тығыздап ораймыз. Арасында ауасын шығарып алатын боламын. Солайша дөңгелектеп екеуін де салфанға салып қоямын 5-10 минутқа. Міне салмасына мен пияз, жусай, туралған ет және тонымай тұз, қарабұрыш қолданатын боламын. Сонан соң барып қамырымды бөліктерге бөліп аламын. Әрқайсысын өзінің пішіне, домалақ пішіне келтіріп жаятын боламыз. Ортасынан жаю өте маңызды. Сол кезде самса әдемі болып шығады. Самсаның бәрін енді салмасының ішіне салып алып, біркелкі етіп үшбұрыштап ішінде бүгетін боламыз. Бұл арада пешімізді 180 градусқа қыздырып қойып, дайын болған самсамызды 30 минут, 25 минутта пісіп қалады. Қызарғанша, әркімнің пеші әртүрлі, самсаны қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, ас болсын.